окуучу жарылгасын берилген эң кыска демалыш күнү Ахмет Байтурсун уулунун Акбуу, Шортан, Шаян салымын окудум. Ол мисалман катты ойнады, сондуктан мен олардын кейипкерлерин эрмек сызгын жасадым. Бул мисалда Акбуу, Шортан, Шаян жолдон жүк тауып алады. Акбуу жогору карай тартады, ал Шортан сууга карай тартады, Шаян курулка карай тартады. Бирок бул иштерден жүк ордунан козголмайды, өйткөнү оларда ауыз бирчилик жок. Бул мисалды түсүнөрүңүз көп. Бул мисалды мен түсүнгөнүм адамдарды ауыз бирчиликке чакырады. Осы мисалды мен үні карындаштарыма, достарыма окуп бердим. Оларга да өтө катты унады. Мен осы мисалды башка окуучуларга да окууга кеңеш беремин. Қалған уақытымызды 5 минуттық оқуға бөлейік. Мен сіздерге қазір мәтін тарқатып беремін. Осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтіннің астында 2 сұрақ бар. Сол сұраққа жауап беруге дайындалыңдар. Екі сұраққа жауап берулеріңіз керек еді. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Бірінші сұрақ осы мәтіннің мазмұны бойынша тақырып қою керек болады. Қанекей кім? Бейсенбай. Бұл мәтінге демография, ұлт тағдыры деген тақырып қоятын. Жақсы, жарайды. Тағы келесі кім? Аяулым. Мен бұл мәтінге Қазақстанның демократиялық жағдайы деп айтамын. Жақсы, өте жақсы. Ал Аяулым, сен жауап бер. Менің ойымша Қазақстанда халық санының көбеюіне кедергі келтіріп отырған басты себептің бірі жастардың оқуға, шетелге оқуға түсуі, шетелге кетуі. Олар сол шетелде оқып, сол жердің айлығына, тұрмыс тіршілігіне қызығып, сол жақта қалып жатады. Сондықтан Қазақстанның көбеюінің халық санының көбеюінің басты себебі осы деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы. Қазіргі кезде көп жас отбасылар зәулімдікке көп мұқтаж болады, және де қазіргі демографиялық өсудің төмен көп жастар өзінің нәпақасын оқуға, сол киім-кешекке немесе пәтеріне немесе тамағына жұмсайды, оған жеткізу үшін ол тағы да бала туғысы келетін, оны өсіруге, басқалармен бірге қатарға қосуға қиындық тудырады, және осындай көп ойлар мазалайды. Жақсы. Елемнұр, сен айтып көріңізші. Менің ойымша, демографияның дамуына ең алдымен ойланбай қателік жасау кезінде болады. Мысалы, адамдар ең алдымен ерте тұрмыс құрады, одан кейін отбасын бағалмау кесірінен, бір-бірімен тіл табыспай ажырасып кетудің кесірінен көп осындай жағдайлар орын алады. Ал кейбір отбасыдар көп бала ата болудан қорқады, баласын бағаламаймыз деп деген қорқыныш болады. Жақсы, рахмет. Енді балалар, біз сабағымызды 5 минуттық оқумен жалғастырамыз. Сендер барлықтарың өздерің білесіңдер, күн және түн әдісі арқылы оқимыз. Қазір мен сендерге мәтінді таратып беремін. Одан кейін оқуымызды бастаймыз. Күн, Ясмина. Саяхаттау адамның өмірін жарқын ете түсетін түрлі тәрбие естеліктерге толтыратын дүние. Ол адамға қанат бітіріп, дүниетанымын кеңейтеді. Түн. Күн, Мұхаммед. Мен саяхаттауымды ұнатамын. Мемлекетіміз Қазақстанда көркі көз тартар көрікті жерлер көп. Hazırda bugünkü mavzunu yakınlaştı. Altı bulunuluk kesimlerini mesela hazır tartışıp gelmem. Bana şu altı bulunuluk kesimler boyunca sizler, nerede boyunca işler, bu şu kesimlerini